елдің сөзі және іс-әрекетін қабылдау және қабылдамау. Егер өсек тітіркендірсе, көңіліңізді түсірудің қажеті жоқ. Себебі құрт жеміс-жидектің ең жақсысын таңдайды. Ошо. Кез келген адам біздің өмірімізде жайдан жай кездеспеген. Барлығының өзіндік бір себебі бар екен. Бұл не өмірлік сабақ, не Құдайдың хайырлы сыйлығы. Біреулер біздің өмірімізге бізді сынау үшін келсе, біреулер пайдалану үшін, енді біреулер үйрету үшін келген. Ал енді біреулер біздің ішіміздегі бар кереметті ашу үшін келеді екен. Адамдар қалай жаратылса, олар сондай. Сіз оларды өзіңіз қалағандай етіп өзгеруіне мәжбүрлей алмайсыз. Біреулер сіздің өмірге келеді және кетеді, ал біреулер мәңгілікке қалады. Бірақ әр адам сіздің жүрегіңізде ізін қалдырып кетеді және сіз ешқашан бұрынғыдай болмайсыз. Бір күні самурай шәкіртіне сабақ өтіп отырғанда, дұшпан жақтан бір жауынгер келіп самурайдың арына тиетін сөздер айтып, намысын аяққа таптап, тіпті түкірген көрінеді. Самурай ешқандай былқ етпестен жұмысын істеп отыра берген екен. Әлгі ашу-ызаға булыққан адам әбден шаршап кетіп қалыпты. Сонда шәкіртінің ұстазымыз қорықты ма, неге бір жауап бермей отырды деп таң қалған жүздерін көрген самурай, егерде бір адам тамаша сыйлық әкелсе, сыйлықты қабылдамай бас тартатын болсақ не болады? Әрине, керемет сыйлықтан айырылып қаламыз. Тура сол сияқты біреудің де ашу-ызасын айтқан жаман сөздерін қабылдамайынша, оның барлығы әлгі адамның өз бойында қалады деп түсіндірген екен. Facebook парақшасының орысшасынан оқыдым. Енді өзіміздің жан-жағымыздағы адамдар туралы айтайық. Жалпы адамның барлығына бірдей ұнауға тырыспаңыз және мінсіз адам болудың да қажеті жоқ. Сол сияқты мінсіз іс болуы да шарт емес. Немен айналыссаңыз да ең бастысы өзіңіз рахат алатын іс болғаны шарт. Қандай да бір істі бастау үшін елдің пікіріне тәуелді адамдар өте көп екен. Жалпы бұл біздің қазаққа тән қасиет. Өз мақсатыңызды айқын біліп тұрсаңыз, елдің сөзінен, көз қарасынан қорықпаңыз. Есіңізде болсын, бұл өмір сіздің өмір. Сізге бір-ақ рет берілген мүмкіндік. Бұл мүмкіндікті қалай пайдалансаңыз да өз еркіңізде. Сіздің өмірде сіздің ғана құқығыңыз бар. Сізге шын жанашыр адам ешқашан сізді артқа сүйремейді. Ал енді сіз мақсатыңызға қол жеткізуіңізге қарсы болған жақындарыңыз бір кезде тыңдамағаныңыз үшін сізге ренжісе де, сіз жетістікке жеткенде сіз үшін қуанары сөзсіз. Жақындарыңыздың сізге сенбегені сізді тек алға жетелеу керек, сізге күш-қуат беруі керек. Сіз ең бастысы өзіңізге сеніңіз. Ешқашан сізге айтылған жағымсыз сөзді қабылдамаңыз. Сіз қабылдамайынша ол айтқан адамның өзінде қалады. Будда. Мен 3 баламмен жалғыз қалғанда өсетініме емес, өшетініме сенген адамдар менің өскенімді көрген сайын әртүрлі амал-айламен сондай жағымсыз әрекеттер жасады. Бұл жерде де адамдардың жасаған әрекеттері маңызды емес. Маңыздысы менің сол әрекеттерін қалай қабылдауымда. Мысалға, мен ешқандай ақшасыз қалғанда көмек сұрамағаныма, мазаламағаныма таң қалған және өзінің айтқанын маған жасатамын деп ойлаған адам менің сыртымнан да көзімше де не бір жағымсыз әрекеттер жасады. Өз өмірінің сәтсіздігіне мені, өзгелерді кінәлап жатты. Жалпы өзінен басқаның барлығын кінәлап шықты. Менің жанымды ауыртқысы келіп, не бір ауыр сөздер айтып, мені жамандау, күйе жағу, бопсалау сияқты жағымсыз іс-әрекеттер жасады. Ал мен не істедім? Мен ол адамның жасаған 2 есе қылып жасасам болар еді. Жоқ, біреулердің жағымсыз іс-әрекетіне берілетін мен бұрынғы кәмшат емеспін ғой. Сондықтан мен үнсіз болдым. Сыртымнан жасаған әрекеттерін естимін бе?
Алланың нұры жаусын, мен сені жақсы көремін деп өзімше бірнеше рет айтамын. Кейде адамдарға көп жақсылық жасасаң көрінбейді, ал сәл айтқанын жасамай қалсаң бірден көріп қояды екен. Сондай адамдарды да кездестірдім. Маған мұндайлардың іс-әрекеттерін жеткізіп отырған адамдардың өзі таң қалып, екі аяғын бір етікке тықпайсың ба? Сыртыңнан айтқандарына қалай шыдап отырсың? Несіне аяйсың? Өзіңді аямаған адамды неге сен аяйсың? Жақсылығыңды ұмытқан адамға жаның неге ашиды? Деп ашулары келіп жататын. Бұл жерде мәселе менің аямауымда емес. Мен олардың жасағандарын қандай да бір өзіме қарсы жасалған жаман іс-әрекет деп қабылдамаймын. Әркім өзінің іс-әрекетімен ғана өзінің кім екенін көрсетеді. Ешқашан ондай нәрсе үшін көңіл күйімді түсірмеймін. Соның сөзі үшін адамдар менімен араласпай кететін болды деп уайымдаған емеспін. Жасап жатқан еңбегімді тоқтатпаймын. Біреулер мені солай айтты екен деп мақсатымнан бас тартқан емеспін. Біреуіне ренжіп, сен қалай ғана солай жасадың деп ренжіген немесе басқаша ауыр сөздер айтып ұрысқан емеспін. Одан кейін біреу келіп, сен мынадай адам екенсің, сен оңбаған адам екенсің, анау сен туралы солай айтты, сол рас па, шыныңды айтшы, сен қалай ғана тып-тыныш өмір сүріп жатырсың деген сөздерді де бетіме айтқанда үнсіз, саған Алланың нұры жаусын, мен сені жақсы көремін, благодарю тебя, я люблю тебя деген сөздерді тоқтамай іштей айтып тұрамын. Ол сөзін аяқтағанда рахмет сағанда, мен туралы саған осындай әңгіме айтқан адамдарға да рахмет. Аллаға шүкір, менің қаншалықты алда келе жатқанымды сезінуге көмектескендерің үшін барлықтарыңа рахмет. Рахметтен басқа айтарым жоқ деймін. Таспен атқанда аспен айт дегенді жасаймын. Ондай адам осындай сөздерді өзек әңгімені айтуға келгенде айтқан адамға жүр, кім айтты? Мен ондай емеспін, өтірік деген сияқты ақталу сөздерді айтып, айқайлап жылаған іс-әрекеттерді күтеді менен. Ал енді менің жай рақат тұрып айтқан сөздерімді түсіне алмай қалады. Ондай адамның алдында ақталуды, бір нәрсені рас өтірігін дәлелдеуді мүлдем ойламаймын. Себебі мен ол айтылған сөздің біреуінде өз адресіме қабылдамаймын. Мен өзімнің кім екенімді жақсы білемін. Ол айтылғанның бәрі менікі емес, солардың өздерінікі. Маған келіп кетер еш нәрсе жоқ. Себебі менің өмірімде барлығы керемет болып жатыр. Олардың жанына батып бара жатқаны сол ғана. Керісінше, ондай адамдардың осындай әрекетіне қарап отырып, өзімнің қаншалықты өскенімді, өзгергенімді, сабырлы болуды үйренгенімді, әр уақытымды дұрыс пайдаланып, дұрыс жолда келе жатқанымды түсінемін. Және өмірге деген құлшынысым арта түсіп, үлкен шабыт аламын. Естеріңізде болсын, әлсіз адамдар өздерінің қателіктерін, кері іс-әрекеттерін анықтау үшін біреулерді қаралайды. Өзінің бойындағы мінді өзгеден іздейді. Сыртыңыздан сөз ергені тұлға екеніңізді көрсетеді және кейбіреулерден алда келе жатқаныңызды білдіреді. Себебі артта қалып кеткендер ғана сыртыңыздан сөз айтады. Ал егер мұндай майда шүйдеге беріліп, ұрсып, ақталып жатсаңыз, сіз сол айтқандардың да өз адресіңізге қабылдадыңыз дей беріңіз. Одан кейін сіз ол адаммен айқайласып болған оқиғаны басқа адамдарға айтып, күні-түні айтқандары ойыңыздан кетпей, көңіл күйіңізді түсіріп, ең жағымсыз энергияға шомыласыз. Мұндай мақсатта барлығы да жайына қалады. Сіздің бойыңызда ең жағымсыз энергия билейді. Көрінген адамның айтылған сөзіне, осындай іс-әрекетіне байбалам салып, айқайласып, ұрысқаннан көңіл күйіңізді бұзасыз. Сондай көңіл күймен жүріп, жан-жағыңыздағылардың, жақындарыңыздың көңіл күйін бұзарыңыз анық. Жүйкеңіз жұқарып, ұйқы қашып, босқа шаршайсыз. Ренжуге тұрмайтын адамдарға ренжіп, қаншама энергия жоғалтасыз. Ал сіздің көңіл күйіңізді бұзғысы келген адамдарға керегі де осы. Ол өзінің көздегеніне қол жеткізіп, біраз уақыттан кейін түк те болмағандай өз тірлігімен жүреді. Анық,
Біздің көзіміз қозғалыста болғанды және көргенді ұнатады. Олар солай жаратылған. Біз көргіміз келгенді немесе неге сенгіміз келеді, соны ғана көреміз, дейді философия докторы Берт. Ендеше кез келген адам шын ба, өтірік пе, тек өзінің көргісі келгенді ғана көреді. Сондықтан мұндай жағымсыз факторлардың әсеріне беріліп, біреулердің алдында ақталудың еш қажеті жоқ. Мұндай жағдайда тап болғанда үнсіз ғана саған Алланың нұры жаусын, мен сені жақсы көремін, благодарю тебя, спасибо тебе деп тек іштей айтып тұра беріңіз. Қай тілде айтсаңыз да маңызды емес. Тек ашуға салынбаңыз, ашу шайтанның ісі екенін ұмытпаңыз. Нағыз сабырлық танытатын кез осындайда керек. Мұны Алла сіздің сабырлығыңызды сынау үшін жіберілген сынақ деп қабылдаңыз. Жалпы өмірде ақталу деген әдеттен арылыңыз. Адамдардың алдында кінәлі емес екеніңізді дәлелдеп ақталмаңыз. Ешқандай шындық ақталуды талап етпейді. Болмаса ол шындық болмай қалады. Намаз, жүректегі оттегі дұға. Пайси. Намаз туралы әркімнің өз айтары бар. Бұл туралы жазылып жатыр. Жазыла да бермек. Исламды насихаттау жолында еңбек еткен адамдардың барлығына Алла разы болсын. Мен дана адамдардың еңбектерін оқып, жан-жағымдағы адамдарға қарап, өзімнің түйген ойым бар. Қысқаша ғана айтайын. Мен үшін намаз Алла мен әр пендесінің арасындағы байланыс құралы. Намаз адамның өмірінің бір рөлі болуы керек. Оны дауыстап айтудың еш қажеті жоқ. Жалпы исламда адамдарды 3 топқа бөліп қарауға болады екен. Бірі намазға бет бұрып, таң атқаннан кешке дейін құлшылық қылып, сыртқы келбеттерін керемет қылып жүретіндер. Әрине, сыртқы келбетіңді исламдамын деп көрсету үшін көп ақылдың қажеті жоқ. Мұндай адамдардың өмірлік мақсаты жоқ. Уақытының көбін құлшылыққа арнайды. Отбасылық жағдайы елден төмен. Тіпті әйел балалары соңғы нанын жеп отырса да, олардың ұраны сабыр қылу керек. Алла сабыр қылғандарды жақсы көреді деп, өздерінің құлшылық қылғандарын алға тартып, анадан 5, мынадан 10 мың теңге сұрап отыра береді екен. Енді біреулер түк білімсіз, исламнан мүлдем хабары жоқтығы соншалықты намаз оқи салып, хиджаб, Аллах разылығы үшін кеттік, құрбандық деген өздерінің шын мәнінде қайда кетіп бара жатқандарын білмей қалады. Ал біреулер Алланың парыз еткенін толық өтейді. Оны ешкімге міндетті де жария да қылмайды. Қалған уақыттарын пайдалы іске арнайды. Өмірде өз мақсаттарын тауып, бар уақытын елге, ортасына пайдасын тигізуге жұмсайды. Мұндай адамдар өте көп. Алла екі дүниенің бақытын нәсіп етсін. Күніне 5 уақыт намаз парыз, ал әр күнде 24 сағаттың түнгі ұйқыдан қалған уақытында немен айналысамыз? Жылына 1 рет Рамазан айында 1 ай ораза парыз, қалған 11 айда уақытты қайда өткізесіз? Уақыт та өзін босқа өткізгенді жақсы көрмейді. Уақытымыз үшінде жауап береріміз анық. Сондықтан өмірде өзіңізді тауып, ең мықты адам болыңыз. Сабыр. Сабырлық эмоциядан да мықты. Үнсіздік айқайдан да қаттырақ. Немқұрайлылық соғыстан да қорқынышты. Омар Хайям. Сабырлық дегеніміз қанша жыныңа тиетін сөз айтып, қандай жағымсыз іс-әрекет жасаса да, бойыңды ашуға билетпеу. Үнсіздік айқайға басып ұрыспау. Немқұрайлылық ешқандай қарсы жағымсыз әрекет жасамау. Бұл өзіңді өзіңіз жеңе отырып, нағыз жеңіске жеткеніңізді білдіреді. Егер тура осылай жасайтын болсаңыз, тек қана ұтады екенсіз. Қатты ашуға тиетін жағдай болғанда, өз-өзіңді ұстап, жүйкеңді сақтау үшін жатып демалыңыз. Өз-өзіңізді құшақтаңыз. Дәмді бір нәрсе жеңіз. Қандай дауыл соқса да бір орында тұруды үйреніңіз. Вей Де Ханның тамаша жазбасымен бөліскім келіп отыр. Жүректі тазалауды ұмытпа.
қалай? Тыныштық деген не? Керек емес ойлардың жоқтығы. Ал қандай ойлар керек емес? Барлығы. Сіз үшін ең тамаша қазына ол сіздің жан әлеміңіздің тыныштығы. Сондықтан еш нәрсені жүрекке жақын алмаңыз. Кейде көп жерде барлығын немқұрайлы, бейжай қараған дұрыс. Өйткені өмірде көп нәрсе соншалықты маңызды бола бермейді. Даналықтың кілті сабыр мен шыдамдылықта. Қандай да бір мақсатқа қол жеткізуге барар жолда әртүрлі кедергілерге жолығарымыз анық. Бұл бізді өсіру үшін болатын кедергілер екенін анықтап айтып кеттік. Түсіне алмайтын жағдайға, кедергілерге тап болғанда адамдардың жүйкеге тиетін іс-әрекеттерін, сатқындықтарын көргенде нағыз сабырлық керек адамға. Осыларға шыдай алмай, қолды бір сілтеп, орта жолда барлығын тастап кетіп, көрінгеннің сөзіне бола әркімге жүйкеңді тоздырып, өмірден шаршап кетпес үшін үлкен сабырлық керек. Аяқ қолың сау, тепсең темір үзесің. Әйелің намаз оқымаса ұрасың. 21 ғасырда тұрып жатып, 19 ғасырдағыдай киініп, тоқырау заманындағыдай көштен қалып, бала-шағаң бір тойып, ішер тамағы жоқ болып отырып, түк істемей, сабыр деп дауыстап айтып отыратындардың құлағына алтын сырға. Алғыс айту. Бір нәрсеге мұқтаж болсаң, Алладан сұра. Еш нәрсеге мұқтаж болмасаң, Аллаға алғыс айт. Адам баласы кез келген нәрсеге қол жеткізу үшін өзіндегі барына алғыс айтып үйренуі керек. Айту керек емес, айта білу және айтып отырғаныңды сезіну керек. Күнделікті өмірде адамдар тәубе, шүкір, қанағат деп ауызбен Аллаға шүкіршілік қылып жатады. Ал шын мәнінде сіз осы айтқаныңыздай бәріне шын ризасыз ба? Мен төмендегі жаттығуды жасағанға дейін ойлаппын, ризамын, ылғи Аллаға алғысымды айтып отырамын деп. Шын мәнінде олай емес екен. Мен ауызбен айтқан 2 ауыз алғысымнан гөрі іштей өмірге деген ренішім көп екен. Мұны мен алғаш рет Иннак Хан деген ағылшындық ұстазымнан күніне 60 алғыс жазыңдар деген тапсырма алғанда білдім. Содан бір күні отырып, арнайы бір дәптерге 60 нәрсеге алғыс жазбақшы болдым. Алғашқы 15-не қатты қиналдым. Оңып тұрған еш нәрсе жоқ. Неге алғыс айтамын, жетісіп деп ойлар миымнан кетер емес. Расында, жағдайым мәз емес еді ол кезде. Сонда да мұғалімнің айтқаны заң деп 60 нәрсеге алғыс жазбай тұрмаймын дедім. Не керек, 20-дан асқанда кетті, ішімнен ағылып, 60-тан асып кетті. Аттың басын зорға тоқтаттым. Күнде үзбей жаздым. Тізімдегі барлық нәрсені көшіріп жазамын. Кейде 70-80-ге дейін жетеді алғыс тізімім. Бірақ 60-тан кем-етпеймін. Мысалы, басымдағы баспанам үшін мейлі жалдап тұрсаңыз да, қанша адамда мұндай мүмкіндікте жоқ. Екінші, үйдегі ағып тұрған суым үшін. Суын төлей алмай кесіп кетіп, жалпы басқа да судың зардабын көріп жатқандар қаншама. Үшінші, осы үйдегі жағып отырған жарығым үшін. Жарықсыз да бір күннің елестетіп көріңізші. Төртінші, тамақ ішіп отырған үстелім үшін. Мұның да өзі де кішкентай болсын жайлылық. Бесінші, тоңазытқышым, кір жуғышым болған үшін. Ең қажетті тұрмыстық заттар. Алтыншы, жатқан жылы, жұмсақ, тап-таза төсек орным үшін. Жетінші, өз үйімде балаларымның қасында көңілім тоқ, тыныштықта өткізген әрбір түнім үшін. Әртүрлі жағдайларға байланысты балаларыммен бірге бола алмай қиналып жүргендер қаншама. Сегізінші, өз үйімде балаларыммен бірге шуылдап отырып ішкен асым үшін қара шәй болса да. Тоғызыншы, үйімдегі керегеме жарап жатқан әрбір бұйым үшін. Үйде тұрған әр бұйымның өз қажеті бар. Біреуі жоқ болғанда ғана қадірін білу міндетті емес. Оныншы, Аллах маған ана болу бақытын нәсіп етіп, алтындай дендері сау 3 баланы бергені үшін.
11. Жалпы өмірге дәл осындай адам болып келгенім үшін адамдар өмірге әртүрлі жағдайда келіп жатыр. Барлығы үшін
Дегенмен уақыт бір орында тұрмайды. Барлығы көзді ашып жұмғанша үлгеріңіз. Кейде адамдар мәңгілік жасайтын сияқты еш асықпайды. Барлығын артқа шегере береді. Күнде ертеңге қалдырады, немесе дүйсенбіге, айдың басына қалдырып жатады. Дәл қазір осы жерде бастаңыз. Себебі сіздің өмір сүрген, сізге берілген жалғыз мүмкіндік. Осы мүмкіндікті барынша бақытты болуға арнаңыз. Сіз бақытты болуға лайықтысыз. Қанағат және көңіл толмау. Енді осыған ұқсас адамдар шатастырып, қателесіп жататын тағы бір нәрсе бар. Қанағат және көңілі толмау. Қанағат бұл ашкөздіктің қарама қарсы жағы. Ашкөздік дегеніміз, яғни барлығын мен ие болсам, көбірек ассам, 10 саусақты ауызға бір-ақ тықсам, жалпы өзі тойса да көзі тоймай, басқаға қимай, ақырында түксіз қалып жататындай болады. Ал қанағатшыл адам тапқанымен бөлісе жейді, өз білгенімен басқамен де бөліседі, біреулерді үйретеді. Көпшіл, тең пейіл адам, Алланың берері баршамызға жетеді дейтін адам. Көңілі толмау деген қасиет шүкір қылған адамда да, қанағатшыл адамда да болуы керек. Себебі барға шүкір, қанағат деп отыра беруге болмайды. Онда сіз өспейсіз, қарын тойғанға мәз болып бір жерде тоқтап қаласыз. Түсінікті болу үшін мынадай мысал келтіріп көрейін. Мысалға, сіз күнде 30 дана нан пісіріп сатасыз. Тұрақты алушыңыз бар. 30 наннан тапқан табысыңыз сіздің отбасын аш қалдырмайды. Бұлайша шүкір, аш емессіз, жетеді делік. Ал енді осыған көңіліңіз толмай ізденсеңіз, тағы да 30 нан алатын дүкен табар едіңіз. Немесе нанның сапасын, дәмін бұдан да керемет қылсаңыз, тұрақты алушыңыз 30 емес, сізден 50 нан алуы мүмкін. Немесе үйде палау жасайтын барлық азық-түлік бар делік. Әдеттегі палау пісті, шүкір тамақ жедіңіз. Ал енді осы бар азық-түлікті пайдаланып, ютубтан қарап, кішкене қиялданып көрсеңіз, мүмкін өзбектің палауынан асып түсетін палау пісіруге болар еді. Мұны мен айтпағым. Адам баласы шынайы шүкіршілік етуі керек, қанағатшыл болуы керек және барлық жерде тоқтап қалмай, бұдан да керемет жасай аламын, бұдан да көп білім алуым керек. Үйренетінім, менің білмейтінім әлі де көп деп ылғи ізденісте болуы керек. Ізденген адам міндетті түрде тек өсу үстінде болады екен. Әрбір жаңа нәрсені үйренген сайын рахаттанасыз, өмірге деген құштарлығыңыз арта түседі. Міне осы кезде өзіңізді бір мақтап қойып, ары қарай іздене түсіңіз. Себебі сіздің ашылмаған, тіпті өзіңіз білмейтін қыр-сырыңыз өте көп. Жер бетінде қанша адам бар, сонша тұлға бар дедік. Ендеше сіз де ерекше қайталанбас бір тұлғасыз. Мен әр күнімді осындай кішкентай қадамдармен толықтырып отырдым. Күн сайын бір әрекет жасадым. Мейлі кішкентай болсын, кішкентайлығы соншалықты күлкілі болсын, бірақ күнде бір қадам жасап отырыппын, тоқтамаппын. Сол тетте қадамдарым мені бүгінгі күнге қалай алып келгенін өзім де байқамаппын. Бүгінгі күнге қол жеткізген Аллаға сансыз шүкір деймін. Бірақ әлі барар жерім, асар тауым көп. Сондықтан мен тағы да әрекеттер жасау арқылы ары қарай кеттім. Өзіңді тек өзіңмен салыстыр. Өмірде өзгені емес, өзіңді басып озуға ұмтыл. Facebook парақшасынан. Бір адамның жасағанын кез келген адам жасай алады. Өзіңді ешкіммен салыстырмаңыз. Өзіңізді салыстыратын тек бір ғана адам бар. Ол өзіңіз. Ылғи кешегі өзіңізбен салыстырып отырыңыз. Осыдан 2 ай бұрынғы, 6 ай бұрынғы, 1 жыл бұрынғы, 2 жыл бұрынғы өзіңізді бүгінгі өзіңізбен ғана салыстырыңыз. Сонда ғана өзіңізді қалай өскендігіңізді байқап ары қарай жылжисыз. Осы жерде тағы бір жаттығумен бөліскім келіп отыр. Келесі дәптерді жетістік дәптері деп арнаңыз. Бұл дәптерге төмендегідей, мысалдағыдай
титтей болсын өзіңіздің күндегі жасаған жетістігіңізді жазыңыз. 20.01.2017 жыл. Бүгінгі менің жетістіктерім. Бірінші, таңертең бұрынғыға қарағанда 15 минут ерте тұрдым. Екінші, бүгінгі 20 минут далада аффирмация айтып жүрдім. Үшінші, бүгінгі көшеде танымайтын 3 адаммен күліп амандастым. Төртінші, бүгінгі үйде енем, жолдасым немесе жұмыста әріптесім, бастығым қатты сөз айтқанда мен іштей ғана сізге Алланың нұры жаусын, мен сізді жақсы көремін деп үндемей тұрдым. Бесінші, мен бүгін кешкі сағат 19:00-ден кейін қамыр тамақ жемедім. Алтыншы, мен бүгін айнаға қарап 2 рет өзіммен сөйлестім. Міне осы сияқты кез келген күнделікті көзге көрінбесе де өзіңіз жасаған жетістіктеріңізді жазыңыз. Әр жазар кезде алдыңғы күндердің жетістігін оқып отырыңыз. Міне осылай жасап жүргенде әсіресе 1 апталық жетістігіңізді оқығанда кәдімгідей өз-өзімді жақсы көріп ары қарай ұмтылатын едім. Бұл сізге де, өзіңізге де алдыңызда өзіңіздің мәртебеңізді көтеруге көмектеседі және кешегі өзіңіз бен бүгінгі өзіңіздің мәртебеңізді көтеруге көмектеседі. Кешегі өзіңіз бен бүгінгі өзіңізді салыстырып есеп беріп үйренуге де жақсы әсерін тигізері сөзсіз. Жауапкершілік. Тұлға жауапкершіліктен құралады. Евгений Багашев. Адам өмірінде болып жатқанның барлығына өзі жауапты сезініп, барлық жерде жауапкершілікті өзіне алатын болса, еш уақытта біреуді кінәламайды. Сіздің өмір бұл сізге ғана берілген. Әр күніңізді қалай өткізсеңіз де өз еркіңіз. Сіз қалай ойласаңыз да дұрыс. Менің айтқанымды жасап, жетістікке жетемін деп ойласаңыз да дұрыс. Менің айтқандарымды жасап, бәрібір жетістікке жетпеймін деп ойласаңыз да сіздікі дұрыс. Себебі сіз неге сеніп, қалай ойласаңыз сол болады. Сіз өз өміріңіздегі барлық нәрсеге жауапкершілікті өзіңізге алыңыз. Осы кітаптағы кеңестерді пайдаланып, ойыңызды түбегейлі өзгертіңіз. Бар жауапкершілікті өзіңізге алып үйреніңіз. Мен жауапкершілікті өзіңе алу дегенді қалай түсіндім? Осы айда қандай да бір жетістікке жетуіме керек деп өзіме мақсат қоятын болсам, соған қатысты күнделікті өзім жасай алатын істеріме жоспар құрамын. Мен жоспар бойынша жұмыс жасасам, мақсатыма 80% жақындайтынымды білемін. Қалған 20% ғана басқалардың әрекетіне байланысты. Сондықтан айдың соңында көздеген мақсатыма қол жеткізе алмасам, тек өзімнің кінәм, яғни жоспар бойынша өзімнің дұрыс жұмыс жасамағандығым. Мысалға, өміріңізде қандай да бір жақсы ұсыныс түссе, соған қатысты өз тарапыңыздан барлығын жасаңыз. Міндетті түрде көздегеніңізге қол жеткізіп, биіктен көрінесіз. Ал енді күнделікті, үйреншікті аймақтан шыға алмай, әне-міне деп ертеңге қалдырып жүре беретін болсаңыз, кез келген тамаша ұсыныстардан айырылып қаларыңыз сөзсіз. Адамдар көбінесе осындай бітпейтін тірліктің жан-жағындағы адамдарды кінәлап жатады. Мен жауапкершілік дегенді сезгенде өзімнің өткен өміріме көз жүгіртіп, басымнан өткеннің барлығына ойым, сөзім, іс-әрекетімнен бөлек өзімнің жауапкершілігімнің жоқтығында себебі екенін түсіндім. Жауапкершілік жоқ дегеніміз көп нәрсеге салғырт қарауымыз сияқты, өз өмірімізге де салғырт қарауымыз, күнделікті өмірде болып жатқан, көзге көрінбейтін, еленбейтін, аса маңызы жоқ сияқты болып көрінгенімен, ал шын мәнінде осындай әр күнге кішкентай нәрсе болсын салғырт қарауымыздың нәтижесі әркімнің бүгінгі отырған жері. Қазірде осы кітапты немесе басқа кітаптарды оқып, әне-міне деп жүріп, өміріңіздің қалай зымырап өткенінде байқамай қаласыз. Сондықтан осы күнде отырған жеріміз өзіміздің өмірімізге деген жауапкершілігіміздің жоқтығынан болса, ертеңгі күннің жарқын болуы үшін жауапкершілікті бүгінгі өз қолыңызға алыңыз. Себебі сіздің өзіңізге тек сіз ғана жауаптысыз. Сондықтан
бар жауапкершілікті өзіңізге ала отырып, өміріңізді түбегейлі жақсы жаққа өзгертуге шешім қабылдаңыз. Сонда ешкімді кінәламайсыз.